Машина демекші енді. Осы 2025-те Аллаға шүкір өзім бірінші көлігімді сатып алдым. Енді жаңа айтқандай Tesla Cybertruck емес, Huawei Maestro емес, Rolls-Royce емес, Toyota Camry ғой. Toyota Camry баяғыда енді әкемде көп болған Camry'лар. Camry 40-ка болатын еді. Ол кезде жаңа ғой енді олар. Осынан бірнеше жыл бұрын. Ол кезде енді әлі баламыз ғой, 8-9 класста оқимыз. Сол кезде соны мен түнде айдап шығып кететін. Әкеме айтпай білдіртпей кілтін алып тихаря ше. Район ішінде айдап жүретін бар бері. Басып айдайсың енді ол кезде, баласың ғой. Қазіргідей сергек жоқ ол кезде. Районда анша жүрмейтін гаишниктер. Сол кездері сол Сарыковканы айдап, небір эмоцияны алатын едім да. Өте қатты ұнайтын еді. Сол кезден жаныма өзі бір Camry Сарыковка ыстық. Сол үшін қазір енді осы 2025-те машина алатындай бір не жағдай болды. Қазір жалақымды алып, бүйтіп. Сол кезде ойладым енді қандай машина алсам деп. Негізі Сарыковка 3/5 алдым деген. Қара түсті, 3/5 объеммен. Бірақ енді бір сүйегі салон таппадым. Мен әкем жаңа айтып отырмын ғой, машина көп болған деп. Өйткені машина айналысқанда кезінде. Әкем экспертті машинадан. Әкеммен бірге барам, қараймын колесадан барлық объявлениелерге. Әкем қарайды, ары бері қайтып сразу айтып береді. Алды, соғылған, қатты болған, крышасы боялған деген сияқты. Сөйтіп енді бір көңіліме жақтан бір 3/5 табылмады. Бірақ бір 2-4 Сарыковка болды. Почти новый бар ғой. Оны енді бір үлкен кісі алған екен новый кезінде. Осы Алматыда алынғанда салоннан. Содан кішкене ғана айдаған, сосын жаңа үлкен қайтыс болып кеткен. Одан кейін өзінің сол кісінің бір таныс аға сатып алып айдаған екен 1-2 жыл тоже. Одан кейін біз сол ағадан барып сатып алдық та. Состояниесі енді прям жақсы. Той-той көз тимесін. Сүйектері бәрі сау. Ішінде сыртында бәрі жақсы. Әкем өзі енді көріп тұрып әке айтты. Мынау мощный машина, алсаң осыны алу керек деді. Көп айдалынбаған сол үшін. Мысалы енді пробегін мен қазір нақты санмен былай айтпай қойын, көз тимей қойсын. Енді просто салыстырмалы түрде айтатын болсам, мен әкемнің қазір бір санаты алды. Оны айдап жүргеніне бір 3 жылдан асты, 4 жыл болды ғой деймін. Енді жылы жаңа кәдімгі беркінде уже шыққан. Сол санатының пробегінен аз ғой жаңа, Toyotаның пробегі ше. И то енді ол болады да, скрученный пробег дегендер. Айналдырып қояды, басқа қойып қояды. Бірақ өзі барсаң уже Сарыковкалардың көбісі шаршағанда білінеді да. Ручкасының өзі уже желініп кеткен, оңып кеткен, рульдарының краскалары желініп кеткен деген сияқты білініп тұрады. Мына Сарыковка кірсең ондай емес. Осы бәрі жап-жаңа болып тұр.